Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар. Сіздермен бірге Қуанышты медицина, оның жүргізушісі мен дәрігер Қуанышбек. Бүгінгі видеода мен сіздерге диабет кезіндегі негізгі диета, қалай тамақтану керек жолдарын айтып түсіндіретін боламын. Видеоны бастамастан бұрын каналға тіркеліп, осы видеоға 2 секундтарыңызды арнап лайк басып кетіңіздер достар. Солай каналдың дамуына қосқан үлкен үлестеріңіз болады. Көп созып әдеттен озбай достар, мен негізгі бөлімге кірісейін. Диабет кезінде көмірсу алмасуы бұзылады. Көмірсу деген бұл ағзада глюкоза, қант деп айтып жатады халықта. Глюкозаның деңгейін нормаға келтіру дәрігердің және де науқастың мақсаты. Егер глюкозаның деңгейі нормаға келе алмайтын болса, түсіре алмайтын болсақ, ол кезде диабеттің асқынулары ағзада болуы мүмкін. Енді диабет кезінде қандай тамақты жесек, қандай тамақтан шектелсек, біздің емімізге, негізгі емімізге көмек болады деген сұраққа жауап берейін. Бірден шектейтін нәрсе бұл тез сіңірілетін көмірсуларды шектеу. Ағзаға тез сіңіріліп кететін жаман көмірсулар деп айтайды. Оларға газды сусындар, соктар, неше түрлі шырындар, және де бисквиттер, торттар, әртүрлі тәтті өнімдерді жеген кезде тәттіні бірден сезетін болсаңыздар, олар тез сіңірілетін көмірсулар. Ауыз қуысынан бастап қанға сіңіп отырғандықтан, мына жақта сіздер дәрі ішіп жатуларыңыз мүмкін, дәрі енгізіп жатуларыңыз мүмкін сіздерге дәрігер, бірақ сіздер осы тамақтан өздеріңізді бас тарттырмайтын болсаңыздар, қатты қиын болады. Осы тез сіңірілетін көмірсуларды шектейсіздер, жақсы көмірсуларды шектеуге болмайды. Күріш сияқты, гречка сияқты, арпа сияқты негізгі біздің көмірсуларымыз ағзада ұзақ уақыт сіңірілетін көмірсуларды біз жеуіміз керек. Оны дұрыс жемейтін болсақ, май алмасуы, белок алмасуының жүруі де ағзада жалпы метаболизмнің жүруі, зат алмасудың жүруі бұзылып кетеді. Сол себепті негізгі кеңес тез сіңірілетін көмірсуларды қолдан келгенше соңына дейін шектеп тастаңыздар. Қолдарыңыздан келеді, оған қатты қажеттілік жоқ. Шайға қантты қосып ішуге болмайды достар. Қанттың өзі бұл бізде сахароза, тез сіңірілетін көмірсуға жатады. Шектеңіздер, сол кезде алғашқы беріп жатқан дәрігердің емі өте ұтымды болады. Содан кейін ақ нанды азайту керек. Лепешкаларды, тандырға піскен нандарды. Ақ нанның құрамында өте көп жаңағы көмірсулар бар. Егер оны біз шамадан тыс жейтін болсақ, ағзамызға онсыз да жаңағы күріштермен көмірсу түсіп жатыр, ол артық болып, көмірсу алмасуын ары қарай бұза беретін болады. Назарларыңызға көп рахмет. Осы ойды айтқым келді.